мен Мақсат туыс бауырлар еді. Арман Мақсатты өзінің үйіне қонаққа шақырып қуандырған еді. Және де сол күні олар балконда таза ауа жұтып тұрған еді. Олар ол балконда әртүрлі үйлерге қарап, қалаға қарап тұрды. Және де бір терезені қарап қалған кезде ол жерде күлгін түсті терезе тұрды. Мақсат, анау тұрған терезені көріп тұрсың ба, күлгін түсті, деді. Осыны Арман тұрып ол жерге. Мен ондай терезені білемін. Ондай күлгін түсті терезелерді маған әжем айтқан. Олар күлгін адамға айналып кетеді, күлгін құбыжыққа деген. Ал Мақсат соған, ой, өтірік қой ол, деп күле салған еді. Бірақ ол шын, оны маған әжем айтқан. Әжем ешқашан өтірік айтпайды, деп айтқан болатын. Арман одан сайын қорқа бастады. Сосын Мақсат жетіп қалған еді. Арман өзінің қасында тұрған бинокльді алып қарауды шешті. Арман сол бинокльді алып қараған кезде оны жақындатып қарады. Сол кезде онда күлгін түсті терезенің ішінде бір түрлі құбыжық тұрды. Одан Арман қорқып кетіп, үйге кіріп кетті. Сосын ол кешкісін соны ойлап, қатты қорқа бастады. Оның түрі өте қорқынышты болған болатын. Және де олар осы күні ұйықтады. Және Арман Мақсаттың кетіп қалғанын біліп, таңертең Мақсаттың үйіне бармақшы болып шешті. Ол екеуі бүгін тағы да туыс бауырлар болып ойнайтын еді. Сосын Мақсат қорқып тұрып, оны кіргізіп алды да онымен сөйлесті. Менің ата-анам да сондай құбыжық болып кеткен сияқты, деп айтты. Арман өте қатты қорқа бастады. Ол оны үйге кіргізіп алды да өзінің бөлмесіне қарай тарта берді. Олардың бір бөлмесінде күлгін түсті лампа қойған екен. Ата-анасы олардың бір бөлмесіне күлгін түсті лампа қойған екен. Одан Мақсат қатты қорқып кетті. Және оған айтқан сөзі, Мақсат оларды сондай адамға айналып кеткен деп айтқан болатын. Және өзінің бөлмесіне апарды оны. Оларды сондай күлгін құбыжыққа айналып кеткен деп Арманға айтты Мақсат. Олар қатты қорықты. Себебі Мақсаттың ата-анасы бұндай болғаны өте қорқынышты еді. Мақсат олардың қандай болғанын Арманға түсіндіріп берді. Олар күлгін түсті құбыжық, түрлері жаман, өте жаман күлгін түсті, көздері барлық жері күлгін. Маған бұл қорқынышты болды. Олар сол күлгін түсті лампаны жаққаннан басталды, деді. Және есікті біреу тоқылдатты. Ол Мақсаттың анасы. Сен тезірек тығыл, қазір олар саған бірдеме жасауы мүмкін, деп Мақсат Арманға айтты. Ал Арман болса, оның жататын төсегінің астына тығылмақшы болды. Және сонда тығылды. Онда Мақсатқа анасы келіп, Мақсат, біз саған күшті сыйлық дайындап қойдық, деді. Әкең екеуміз бұған көп уақыт жұмсадық, сондықтан саған ұнайды деген ойдамыз, деді. Оның аяғы өте қорқынышты болды. Біртүрлі кір-кір және жаман болды, күлгін түсті жаман болды. Және Мақсат өте қатты қорқып тұрды. Және ол сыйлық қандай деген кезде анасы мен әкесі келіп, әкесі, светті жақшы деген кезде олар